Баршаңызға сәлем. Біз бүгін to had және will have тақырыптарын өтетін боламыз. To had деген болған, яғни менде бір зат болған. Менде көлік болған, үй болған деген секілді кездерде қолданылады. Will have бұл келер шақта, яғни болады. Менде үй болады, менде көлік болады деген сияқты кездерде қолданамыз. Енді сөйлем жасап көрейік. Біз сабжекттерге алдымен had жалғаймыз. Сонда I had болса менде болған. Мысалы, a book, кітап деген сөз. I had a book, менде кітап болған. You had a book, сенде кітап болған. We had a book, бізде кітап болған. They had a book, оларда кітап болған. He had a book, ол балада кітап болған. She had a book, ол қызда кітап болған. Барлығына бірде біз had жалғаймыз, яғни бұл болған деген мағына. Енді болымсыз түрі біз didn't жалғаймыз. Және де бізде had бірінші формасына, яғни have-ге түседі. Сонда менде кітап болмаған, I didn't have a book. Сенде кітап болмаған, you didn't have a book. Ол балада кітап болмаған, he didn't have a book. Ол қызда кітап болмаған, she didn't have a book. Дәл осы реттілікпен біз болымсыз сөйлемді жасаймыз. Сұраулы сөйлем кезінде бізде did көмекші етістігі сөйлемнің алдына шығарылады. Сонда менде кітап болған ба, не болмаса менде кітап болды ма деп сұрау үшін did I have a book? Сенде кітап болған ба? Did you have a book? Бізде кітап болған ба? Did we have a book? Оларда кітап болды ма? Did they have a book? Ол бала, ол қыз. Did he have a book? Did she have a book? Дәл осы реттілікпен біз сұраулы сөйлемді жасаймыз. Енді келесі тақырып will have, болады. Яғни бұл келер шақ, иә? Сонымен менде кітап болады деп айту үшін I will have a book. Сенде кітап болады. You will have a book. Дәл осы реттілікпен жасаймыз. Яғни бұл келе жатқан уақытта болуы тиіс. Мысалы, оларда кітап болады, себебі олар оны сатып алады. They will have a book. Яғни енді олар сатып алады деген бөлік бізде бұл future simpleмен айтылып тұр. Яғни олар сатып алады. They will buy. Келесі, біз енді осы сөйлемнің болымсыз түрін жасауға кірісейік. Ол үшін бізде will көмекші етістігі бар, сол себептен not жалғаймыз. Мысалы, менде кітап болмайды. I will not have a book. Сенде кітап болмайды. You will not have a book. Ол қызда кітап болмайды. She won't have a book. Дәл осы реттілікпен болымсыз сөйлемді жасаймыз. Сұраулы түріне келетін болсақ, біз will көмекші етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз. Сонда менде кітап бола ма деп сұрау үшін will I have a book? Сенде кітап бола ма? Will we have a book? Бізде кітап бола ма? Will we have a book? Оларда кітап бола ма? Will they have a book? Дәл осы реттілікпен сұраулы сөйлемді жасаймыз. Сонымен бүгінгі тақырып to had және will have тақырыптары сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін каналға тіркеле кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!